Сол ғой сол майлы болып тұрмасаң кейбір асығып кетесің ғой ештеңе не қылмайшы. Сол кезде не қыласың ғой сол. Қарама қайырлы барлықтарыңызға. Сырники істедім алдың күні. Марғары зеленікке қатырып қойған болатын. Соны таңғы асқа пісіріп бердім. Енді түрі онша емес болса да дәміне әсер етпейді деген ойдамын. Мінекей осындай. Қазір манный каша пісіреміз. Алмат екеуміз жейтін боламыз. Алдар көсе. Видеоға түсіріп отырмын. Воздушная мягкая
жоқ. Тереза кітапты жинаған кездеші. Полка была Гүлдерде была еді ғой күнделікті тірлік, артында стирка тағы да күнделікті істейтін тірлік и күнделікті жаңағы кішігірім түсірім болды менде. Сондықтан әрқайсысы әртүрлі болуы мүмкін. Енді 3-ші тоқсан бітті, демалыс қанша 10 күн дей ма, 2 демалысты қосқандай 10 күн болып тұр ғой. Наурыз көжеміз істедік, іштік класста. Ата-аналар барған жоқ, 1-2 ғана ата-ана барды, жаңа наурыз көже істеген, ал қалғандары қатысқан жоқ. Ал басқа жақтарда наурыз көжеге ата-аналар қатысты ма, оны білмейді екенмін. Негізі былтыр жасаған жоқпыз, жылдан бастап наурыз көже мектепте рұқсат берілген екен. Содан кішігірім үзінді салдым. Әпкейінің класс жетекшісінің өзін түсіргенін, бұрынғы өзінің жаңа несі келген, класс жетекшісі келген. Алмат пен папасы жаңа магазинге кеткен болатын. Уже келетін уақыттарда болған шығар. Мен видеомды аяқтаймын, дастархан дайындайын кешкі асты. Сонымен сіздермен қоштасайын. Сау саламатта болыңыздар.